Украинада 2020 сенеде иктисад уч ярымдан учеве 7 файызға буйымесі олмасы мүмкін. Более рақамларны иктисад инкешафының назиры Тимофей Милованов сеслендірді. Өз фикерлеріні Украина Милли банкы, Дүния банкы авиамилетлер ара пара фонды тақдим етежеклер. Якын авталарда Украина хамилетлер ара пара фондының миссиясы азалары кележегі бекленілі. Бұл ақында Вашингтонда Украина векелерінің Крушев вақтында милетлер ара пара фондының Авропа департаментінің мудирі Пол Томсон айтқан еді. Найголовніше для нас була задача Біздің мақсадларымыздан бірі микроэкономик тахминлерге бағышланған местеатларда иштирак етмек. О келечек сененің иктисадиятының тахминлерге валюта өсуі, инфляция, ятырым севесі, импорт ве экспортке бағышланған. Яни эн эсас көстергішлер. Біз Милли банкнен миллетлер ара пара фонды ве Дүния банкінен мислят кечірдік.